Арнама қош келдіңіз. Ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Адамның әл-ауқатын бір күннің ішінде көтеретін тағам. Франциялық саяхатшы жас жігіт Маңғыстаудың тауларын фотоға түсіріп жүріп, бағыттан адасып кетіпті. Құтқару қызметіне хабар берейін десе, сигнал жоқ. Ана тауға бір барады, мына шоқыға бір шығады, бәрі бір-біріне ұқсайды. Қатты сасыпты. Не де болса, бір бағытта жүре берейін, ауыл кезігер деп тәуекелге келіпті. Алған суы бір күнде бітіп қалыпты. Тағы 2 күн жүріп, кенезесі кеуіп, әл дәрмені бітіп, өлген жерім осы деген кезде құм ішінде саяқ отырған малшы үйіне тап болыпты. Есігіне жете құлапты. Малшы жігіт үйіне көтеріп кіргізіп, денесін сұлы матамен орап, аузына тамшылатып, жылы су беріпті. Өткен күні асқан етті сорпасымен жылытып, қасықтап ішкізіпті. Саяхатшы медицинадан мол хабары бар екен. Осыдан аман қалсам, 1-2 ай больницада жатып емделермін деп ойлаған екен. Ертеңіне едәуір тыңайып, басын көтере бастапты. Ол малшының беріп жатқан сұйық тамағына қарап, бұл не дейді? Французша қойған сұрағына малшы қайдан түсінсін? Ақтаудан құтқарушылар келе жатыр деп жауап беріпті. Онысын француз түсінбепті. Құтқарушылар келіп, алып кетер кезде, маған не ішкізді деп сұрап жатыр. Не беріп ең ауқатқа деп сұрайды. Аштық өзегіне түсіп кетпесін деп жылтпа бердім депті малшы. Француз жылтпа деп қойын дәптеріне жазып алыпты. Ұлттық тағам ба деп сұрайды. Малшы басын изей салыпты. 3 жылдан соң әлгі саяхатшы отбасымен Астанаға келіп, ұлттық тағам сататын асханадан әйелі мен баласын, өзінің жанын алып қалған ауқат ішкізбекке ертіп кіріпті. Даяшы мәзірді алдарына қояды. Мәзірді қарап отырып, басын шайқай береді дейді. Даяшыға, ұлттық тағамның ішінде жылтпа жоқ қой, деп асхана қожайынын шақыртыпты. Мен сонау Франциядан адамның әл-ауқатын бір күннің ішінде көтеретін қазақтың жылтпа деген ұлттық тағамы бар. Соны дәм татырам деп әйел бала шағамды ертіп келдім. Мына мәзірдің ішінде жылтпа жоқ қара бет болдым ғой, деп кейіпті. Жылтпаны бұрын қайдан ішкен едіңіз деп асхана қожайыны сұрайды. Маңғыстауда малшының үйінен ішкем, деп 3 жыл бұрынғы оқиғаны әңгімелеп беріпті. Істің мәнісін түсіне қойған асхана қожайыны жылтпа көпшіле беретін тағам емес, арнайы тапсырыспен ғана жасалады. 1 сағаттай күтіңіз, өз қолымен жасап берейін деп ішкі бөлмеге кіріп кетіп, піскен жылқының суық қазысын қара кесегімен ұсақтап турап, пияз араластырып, түн асқан сорпаға салып жылытып, айраннан жарты ожау құйып, былғап-былғап кесеге құйып алдарына қойыпты. Француз қасықпен 1-2 ұрттап жіберіп, көзін жұмып, тамсанып, міне, ажалға арашашы болған тамақ осы, деп бармағын шығарып, масайрапты. Әйелі мен баласының алдында. Уәлібай Нұрбақыттан алынды. Оқыған Күлбибі Әбусайыл қызы.